Бұл жұмысқа ең алдымен бізге көмірді кептіруге арналған муфель пеші және де көмірді суытуға арналған эксикатор қажет болады. Ең алдымен тас көмірімізді аналитикалық таразыда өлшеп алатын боламыз. Яғни 1 грамм өлшеп алуымыз қажет. Содан кейін өлшенген тас көмірімізді фарфор ыдысында жақсылап ұнтақтайтын боламыз. Ешқандай түйіршік болмауы қажет. Ұнтақтап болғаннан кейін таза кептірілген биоксімізді аналитикалық таразыда өзін өлшеп алатын боламыз. Ұнтақталған көмірімізді жаңағы өлшенген биоксімізге саламыз. Салғаннан кейін де оны аналитикалық таразыда салмағын өлшеп алатын боламыз. Отынымызды алдын ала қыздырылған 250-300 градусқа дейін қыздырылған муфель пешіне саламыз. Содан кейін пеш температурасын 800-825 градусқа дейін біртіндеп 1-2 сағатқа көтереміз. Және де бұл температурада 1 сағатта ұстаймыз. Содан кейін тегелді муфель пешінен шығарамыз. Ауада алдымен 5 минут салқындатамыз. Содан кейін бөлме температурасына дейін салқындату үшін эксикаторға салатын боламыз. Кепкен көмірімізді эксикатордан шығарып, аналитикалық таразыда салмағын өлшеп алатын боламыз. Өлшеп алғаннан кейін формулаға салып мәнін есептейміз.